Каналыма қош келдіңіздер, достар. Сіздермен бүгін біз жұмсақ әрі нәзік болып шығатын молочная девочка тортын дайындаймыз. Осы рецептпен дайындап көріңіздер, тортыңыз дәмді әрі нәзік болып шығады. Алдымен ыдысымызға илектен өткізілген ұнымызды саламыз. Содан соң қопсытқыш пенен тұзымызды саламыз. Бәрін араластырып аламыз. Бөлек ыдысымызға сгущенкамызды саламыз. Кейін 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Енді ванильді қантымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Сары майымызды ерітіп саламыз. Енді ұнымызды аз қасықпен аз-аздап салып араластырып отырамыз. Аз-аздап салу маңызды, қамырымыз түйіршіктеніп кетпеу қажет. Енді пергамент қағазын алып, диаметрі 20 см формамызбен сызып аламыз. Сызып алған домалақтарымызға қамырды саламыз. Әр коржға 3 ас қасық қамыр салынады. Енді қамырымызды жайып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке шеттері сәл қызарғанша пісіріп аламыз. Шамамен 7-10 минут кетеді. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға салқын сливки мен қант ұнтағын және де творожный сыр салып, бәрін миксермен араластырамыз. Крем өзінің формасын ұстап тұратын дәрежеге дейін жеткізу қажет. Енді корждарымызға кремді жағып, тортымызды жинаймыз. Тортымызды тоңазытқышқа кемінде 1 сағатқа қойып қойыңыздар. Кремі сынып, өте дәмді болып шығады. Бетін өзіңіздің қалауыңызша әсемдеуге болады. Мен шиелермен және де шоколадпен әсемдедім. Молочная девочка тортымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі нәзік болып шығатыны сөзсіз-ақ көрініп тұр. Сіздермен бірге болған сымбат, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.